like this too? Yeah. Ready? Shut up, shut up, shut up. Şükür yapılmay. من خازق ونلب Silakan jörgin kun tetelit. Kuan kan takul kumigan tultulikan. Rumput soyadın kalkarından. Menizin barkalardan kat baranday. Jarambor babalar haranday. Kimin var ben bütün tam tarundan. Кашам касакатында мен асамдап. Иә, бұлар қазақ емес, бірақ мен қазақпын. Қазақпын деп бүкіл әлемге жар сала айталам. Әлі күнге, ей адамзат білмейсің, қанша жаста екенімді. Құлпытасты шыққан кей азамат есіміме бала жасын береді. Бізге тарихтың талай беттері беймәлім. Аңырақай шайқас жөнінде де деректер нақты емес. Неге Аңырақай шайқасы? Ғасырға созылған шайқаста қазақтығымыздың тағдыры шешілді. Біреу білсе, біреу біле бермейді. Бірақ Аңырақайда төгілген қан біздің бойымызда. Ата-бабаларымыздың аттарын қайта жаңғыртып, бір күнді календар күніне қызылменен белгілеп мереке қылып тойласақ екен дейміз. Жастарымыз арттағы сосын түсіндіріп айтатын, осы мерекеміз ата-бабаларымыздың мерекесі. Осындай қан төгілген, осындай ұлан байтақ жерді осы қалдырып кеткен деген бабаларымыздың рухын қайта жаңғыртуға бір аунақ қалсын деген ойменен. Сол зұлмат заманды еске алсам, қан татыған аузыма дәм келеді. Бұл азаматтар да сол күнді құрмет тұтады. Заң қоғамдық бірлестігінің мүшелері Атыраудағы ең белсенді деген жастарды жинап Астанаға жол тартпақ. Мақсат Аңырақай шайқасын күллі қазақтың ұлы отан соғысы деп белгілеу. Бұған дейін бірнеше шаруаның басы қайырылды. Енді бұл топ автокөлікпен салт атпен жүрулеп ел ордасына бағыт алады. Бір айдың көлемінде Астанаға табан тіреу тиіс. Бүгін туған топырақтан аттанды. Егеменді ел болар тек бірліктің жолында. Қолдасын бізді аруақ, қолдасын бізді аруақ, қолдасын бізді аруақ. Ұлы шайқас жолында. Экспедицияны жастар қоғам біріктіріп барады. Жолда топ батырларымыз жерленген жерлерге дұға бағыштайды. Елдің батысын аралап, солтүстік арқылы Шортандыда, елдің оңтүстігін аралап келетін Тараздың жастарымен біріге ел ордаға кіреді. Здесь никаких критерий, просто желающий, кто действительно переживал за это, то есть хотел участвовать, те и поехали. Здесь никакой коммерческой деятельности у нас нету. Зарплату люди не получают за это. Это все как волонтеры считается. Мына біздің қазір өзіміздің спонсорымыз бар. Сол қазір көмектесіп жатыр, қаражат бойынша барлығымен. Бірақ енді пока ол спонсорды айтпай қояйық. Аман есен жетіп, осы мақсатымызға жеткеннен кейін олардың да аттары да шығады деп біз ойлаймыз.